Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен корейский салат, яғни морковча жасайтын боламын. Видеоны менімен бірге соңына шейін қарап, ұнаса лайк басып, комментария жазыңыздар. Сонымен бізге қажетті заттар. Керек заттардың мөлшерін астына описанияға жазып кететін боламын. Сонымен бізге сәбіз қажет болады. Қызыл бұрыш, паприка, қара бұрыш, тұз, қант, кориандр, уксус және чеснок май қажет болады. Сәбізімізді жақсылап тазартып, міне үккіштен өткізіп алдым. Оның үстіне қант пен тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай қатты мыжғылап, согын шығарып, жақсылап араластырып, үстіне уксус құйып, 1 сағатқа бетін жауып қойып қоямыз. Неке видеода көріп тұрғандарыңыздай, менде согы шықты. Осылай жақсылап аямай араластырып, согын шығарамыз. Қыздар, менде 1 сағат өтті. Үстіне жаңағы қызыл бұрышымызды, қара бұрышымызды, кориандр бәрін саламыз. Некеме кориандр салдым. Сонан соң қызыл бұрышымызды, қара бұрышымды салдым. Паприка салу міндетті емес, өз қалауларыңызбен ол түрін, былайша айтқанда цветін келтіріп тұру үшін. Сонан соң үккіштен өткен чеснокты саламыз. Жақсы табада қыздырған майымызды үстіне құйып араластырамыз. Мінекей сіздерге де осындай салат жасауға кеңес беремін. Магазинде сатылатын корейский салатқа приправаларды қажет етпейтін, үйдегі бар специялармен жасайтын осындай тамаша салатты жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет болады. Салатымыз дайын болды. Осылай жақсылап араластырып, 1 сағатқа дәмі кіру үшін қойып қоямыз. Сонан соң тәрлікеге салып ұсынсаңыздар болады. Өте керемет салат. Сіздерге ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлдина. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.